Ассалаумалейкум достар. Автолайк каналының апта сайынғы шолуы. Бүгін сәрсенбі күні базарға келдік. Қазір көлік бағаларына шолу түсіріп өтетін боламыз достар. Бүгін бұйыртса 3 шығарымға бөліп шығаратын боламыз. Сол үшін подписация бөлімін басып, колокольчикті басып қойсаңыздар, келесі шығарымды жібермей көресіздер деген ойдамыз. Достар, автолайк каналының қолдау мақсатында лайк басып, пікір қалдырып кетулерін сұранамыз. Меніңше жақсы көлікте арзан бағаларды түсіретін боламыз бүгінше. Кеше жүргізген опрос бойынша Opel Frontera түсіруге келдік. 93 жылғы көлік, 2 объеммен, простой Opel Vectra моторы, 2 миллион 300 бағасы. Бірақ бұл жерде прицеппен Opel Frontera'ның өзі 2 миллион теңге саудасы бар. Прицебін жеке қарап көрем дейтіндер болса 350 мың теңге сұрап тұр. Шаруаға іздеп жүрген кісілер болса қарап көрсеңіздер болады. Қазір Шымкент қаласында тұр, базарда. Салоны төбесі ашылады еще. Ұнап жатса хабарласып көріңіздер, телефон нөмірін қалдырып кеттік. Audi S4 тұр. Сатылымда көлік 91 жылғы, 2.8 механика. 1 900 дейді сұрап тұрған бағасы. Көлік полный комплектация, кондер мен белюр, механикалық қораппен. D8 бензин. BMW E34 тұр. Сатылымда 95 2.8 дейді. M5 52 мотор, 3 миллион теңге сұрап тұрған бағасы. Кожаный салон, қара түсті кожа, полный. Audi S4 тұр, қызыл түсті. Көлік 92 жылғы, 2.3 моторы. Так, 2 миллион 400 дейді. Родной краска дейді, полный. Hyundai Sonata тұр, ақ түсті. Көлік 2005, газ бензин, автомат, 1 800 мың теңге сұрап тұр. Бүгін бұйыртса 2 шығарым шығаратын боламыз, соның бәрін қарап, лайк басып пікір қалдырып кетсеңіздер, достар. Авангардқа дейінгі комплектация элеганс. 2001 жылғы көлік 2.8 автомат, 4 миллион 300 мың теңге сұрап тұрған бағасы. Бұл кейінгі 2001-ден кейінгі рестайл түрлері ғой енді. Жақсы сыртқы жағдайы көліктің. Nissan Patrol тұр. Полный краска. Крavatex 91 жылғы 2.8 механика, 2 миллион 700 сұрап тұрған бағасы көліктің. Енді бұның қадырын охотаға шыққан білер. Краска да жақсы краска, сызылмайтын. 124 Mercedes жасыл түсті. Көлік 95 жылғы, 2.2 автомат, 2 миллион 500 мың теңге сұрап тұрған бағасы. Сыртқы жағдайы жақсы көліктің. Lexus RX 300 тұр. Қазақстандық учетта 2000 жылғы көлік.
үш объеммен 3 миллион 850 мың теңге дейді. Қара түсті. Сыртқы жағдайы орташа көліктің. Lexus RX 300 тағы да қатар тұрған екен. 2005 үш объеммен 6 миллион 400 дейді. Мейлінше кеше сұрап жатқан көліктерді түсіріп шығаратын боламыз бүгін. Соңына дейін қарап, лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер. Қазақстандық учетта Previa тұрмын. Toyota Previa дейді, 2004, 2.4 мотор. Так, 5 миллион 800 дейді, родной краска. Жақсы жағдайда сырта. Көріп тұрғандарыңыздай. Audi A6 универсал. Жақсы жағдайда. Достар, бүгін видеоны екі бөлікке бөліп түсіретін боламыз. Сол үшін екінші біздің шығарылымызды жіберіп алмас үшін подписать етіп, колокольчикті басып қойсаңыздар. 94 жылғы 2.8 3 миллион теңге автомат коробка. Audi S4 ақ түсті. Так, 92 жылғы 2 объеммен 1 600 000 сұрап тұрған бағасы. Куб моно қалай болады екен S4-ге. Қарап көріңіздер, енді ұнатып атқандарыңыз болса, хабарласып көрсеңіздер болады. ВАЗ-2107 семерка тұр, ақ түсті. Көлік 2005 жылғы 750 мың теңге дейді сұрап тұрған бағасы. Механикалық қораппен. Тағы да Audi A6 жасыл түсті. 95 жылғы 2.6 механика 2,5 миллион теңге сұрап тұрған бағасы. Бүгін өткендегі базардағы сияқты емес, жалпы машинаның келімі жақсы. Бәрібір жексен бүгінгі базарға жетпейді негізі. Audi A6 сұраныста көп екен бұл көлікке бізде Шымкентте. 96 жылғы 2.6 мотормен 2 миллион 600 дейді, автомат коробка. Кеше опрос жүргізгеннің өзінде осы A6 пен S4-лер көп сұрап жатыр, сондықтан бүгін көп шығаратын боламыз. Mercedes Luparik Elegance 96 жылы көлік 2.8 автомат 2 миллион 700 сұрап тұрған бағасы. Сыртқы жағдай жақсы бұл көліктінде. Сәрсенбі күнгі базарды түсіруге келдік, достар. Қарап, ұнағаны болса, хабарласып көріңіздер. Lada Priora ақ түсті универсал. Көлік 2013 декабр 1.6 мотормен. Бұл кулиса коробка болып тұрған. 1 850 мың теңге. Сыртқы жағдай жоқ, жақсы машинаның. Бамперінде сәл-сәл жұмыстары бар. Басқа жері жақсы, хабарласып көріңіздер, ұнап жатса. Nissan Qashqai тұр, қара түсті. Көлік 2007 жылғы 2 объеммен 3 миллион 800 сұрап тұрған бағасы көліктің. Авангард қарап отқандарыңыз болса, Mercedes Авангард 96 жылы көлік. Іште 2 объеммен 3 миллион теңге сұрап тұрған бағасы, автомат коробка. Комплектация Авангард. Nissan 91 жылғы 1.6 автомат
Так, 950 мың теңге сұрап тұрған бағасы. Алғашқы көлік айдап үйренем деушілер болса, мына қарап көрсеңіздер болады. Запчасть жағынан сәл-сәл кемшіліктер бар. Бірақ жақсы көлік, төзімді. Так, Audi A4 тұр. 96 жылғы 1.8 дейді. Механика 1,5 миллион теңге сұрап тұрған бағасы көліктің. Түнде сұрап атырет, Волганың жаңалары болса деп, кейінгі варианттары. 2006 жылғы 2.7 плита 1 300 000 механикалық қораппен сұрап тұрған бағасы. Opel Astra тұр. Кейінгі 2003 жылғы 1.6 моторымен механикалық қораппен 2,5 миллион теңге. Кейінгі 2000 жылғын жоғарғы Астраларға Экотек мотормен. Көпсі ол Экотектен қорғат, бірақ простой моторға қарағанда күші көп та бұл мотордың. Renault ценник болу керек, жаңылмасам 2001 жылғы 2 объеммен 2 миллион теңге дейді сұрап тұрған бағасы. Қай классқа жататын білмейді екен, бұны хеджбек классына жататын жер. Кен седанға жатпайды, купеге жатпайды, кроссоверге жатпайды. Енді түсінікті болу үшін айтып жатырмын. Қарап көріңіздер, іздеп жүргендеріңіз болса. Daewoo Nexia 8 клапан. Гур кондермен 2 миллион 300 дейді сұрап тұрған бағасы. Қазір талқыға түсіп жатыр. Боялған, боялмағандығы туралы. 124 Mercedes 92 жылғы 2.3 объемы. Так, механикалық қораппен іздеп жүргендер болса. Сыртқы жағдай жақсы көліктің. Хабарласып көріңіздер ұнатса. Volkswagen Golf тұр 93 жылғы 2 объеммен. Так, 1 600 000 сұрап тұрған бағасы. Механика. Allah sizge sağda versin, Allah bin bereketi versin, sadakan kabul eylesin bana. Lada Largus, ақ түсті көлік 2014 жылғы 1.6 3 миллион теңге сұрап тұрған бағасы. Renault мотор ма? Renault мотормен. 7 орынға да? 7 орындық. Хабарласып көріңіздер екен, ұнап жатса. Жалпы сыртқы көліктің жағдайы жақсы. Телефон нөміріне хабарласып, саудаласып көріңіздер.